Көре алмаушылықтың сыры. Бұрынғы заманда бір ғалымды елдің патшасы қатты қадірлейтін болыпты. Бұл ғалым патшаға үнемі: «Патшам, жақсылық қылған адамға жақсылық жасаңыз, жамандық жасаған адамға жаза ретінде өзінің жамандығы да жеткілікті» деп насихат айтады екен. Бұл ғалымды сарайдағылар патшаның сүйіктісі деп жақтырмайды екен. Уәзірлерінің бірі күндеп көре алмай патшаға шағымданыпты. «Патшам, ана ғалым сіздің аузыңыз сасиды деп айтып жүр» дейді. Сонда патша: «Сөздеріңнің дұрыстығына қалай сенемін?» дейді. Уәзір: «Ғалымды қасыңызға шақырыңыз. Егер де сізге жақындағанда мұрнын жабатын болса, сөзінің растығы белгілі болады» дейді. Көре алмай жүрген уәзір патшаның алдынан шыға салып, ғалымды асқа шақырады да сарымсақ қосылған тағам ұсынады. Біраздан соң ғалым патшаның алдына барғанында патша оған қасына жақындауын сұрайды. Ғалым патшаға жақындағанда сарымсақтың иісі бар екені есіне түсіп, қолымен аузын жабады. Патша уәзірім дұрыс айтыпты деген шешімге келеді. Бір қағазға «Мына хатты әкелген адамның басын шап» деп хат жазып, орап, ғалымға хатты бас уәзірге апарып беруін және одан бір сыйлық алуын айтады. Ғалым бұл хатты алып келе жатып, жолда баяғы күншіл уәзірді көреді. Патшаның бұйрығымен сыйлық алу үшін бас уәзірге бара жатқанын айтады. Сыйлық деген сөзді естіген уәзір: «Хатты маған берсеңіз, мен апарсам» деп жалынған соң, ғалым хатты оған бере салады. Сөйтіп, хатты апарған көре алмаушы уәзірдің басы кетеді. Ғалым әдеті бойынша қайтадан патшаның қасына барады. Патша оны көріп таң қалып сұрайды: «Сен хатты не істедің?» дейді. Ғалым: «Хатты алып бара жатқанымда сіздің уәзірлеріңіздің бірі хатты беруімді сұрады, соған бердім» дейді. Сонда патша: «Кеше сол уәзір маған сенің патшаның аузы сасиды деп айтып жүргеніңді жеткізіп еді, сол рас па?» дейді. «Мүлдем онда ештеңе айтпадым» дейді. «Олай болса, неге кеше алдыма келгеніңде аузыңды жаптың?» дегенде, ғалым сол уәзірдің оны асқа шақырып, сарымсақ қосылған тамақ бергенін және сарымсақтың иісімен патшаның мазасын алмау үшін аузын жапқанын айтады. Патша «Сенің айтқан насихатың дұрыс екен» деп ғалымның сөздерін қайталап шықты. Жаманға өзінің жамандығы жеткілікті болды.